Ассалаумағалейкум ағайындар, бау-бақша сүйер қауым. Бүгінгі видеомызда жеміс ағаштарын суарудың тиімді жолдарының бірін көрсетеміз. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Видеоның соңында бір лайк баса кетіңіздер, қолдау білдіріп отырыңыздар ағайындар. Алдыңғы видеоларымызда тамшылатып суару жайлы көрсеткенбіз. Енді бұл видеомызда да соған ұқсас. Бұл енді жоялап суару үшін өте тиімді. Жеміс ағаштарыңызды, бақшаңыздағы көкөністеріңізді суару үшін өте тиімді әдістердің бірі. Мінекей мына жерде мінекей 3 көз тастап кеткенбіз. Бұны енді 3 қапталдағы 3 жояны суару үшін бақшамыздың мына қапталын, екінші қапталын алды бетін суару үшін тастап кеттік. Соларға енді жердің астынан пластик трубалар арқылы тартылған елеулік. Мінекей соның 3 қапталдағы 3 жояны суаратын жерден келіп, осы жерге келіп, үшеуін біріктіріп, мінекей көздерін осылай шығарып баклажканың бастарынан қойдық. Мінекей мынадан центральный су келеді де, 3 көз тұр. Соның мінекей біреуіне тек әкеліп, мінекей тығамыз, қосамыз. Сол кезде ол мына қапталға мінекей жердің асты арқылы тартылған пластик арқылы ағады. Мінекей осы жерден шығып ағып тұр. Бұл мына қапталдағы талдарымызды суару үшін арнайы тартылған. Енді мына екінші көзімізге мінекей мынандай қосатын болсақ, бұл енді мына жердің асты арқылы мінекей былай тартып келіп, мына жерден шығып мінекей ағып тұр. Бұл енді мына жоямызды суару үшін тартылған. Жердің астынан пластик труба арқылы тартылған. Мынаның енді суды мінекей мына енді үшінші көзіне мінекей мынандай қылып қосып жібереміз. Оңай, еш қиындық жоқ. Шланг сүйреп жүрмейсіңіз. Осылай жасап алсаңыз өте жақсы болады. Мінекей мынау жердің асты арқылы бұлар келеді де. 7-8 метрге дейін осылай тартқанбыз жердің астынан. Мінекей мына жаққа келіп, мына жерден ағып шығады. Өте әдемі, өте жақсы, ыңғайлы. Мінекей ол мына қапталдағы жоядағы талдарымызды былай қарай жоядағы талдарымызды суару үшін арнайы тартылған. Мінекей достар, осылай бақшаңызға осылай жасап алсаңыз, шлангыны былай сүйреп еш қиналмайсыңыз. Осылай тек мына көздерін былай осылай ауыстырып отырсаңыз болды. Мынау енді центральный, мына жағында крайнигі бар. Оны енді толғаннан кейін керек емес кезінде крайниктен жауып қоя берсеңіз болады. Осылай бақшаңызға жасап алсаңыз, осылай пластик трубалардан жердің астынан бір тартып алсаңыз, бұл енді пластик шірімейді. 5-6 жылға дейін ең кем дегенде сізге қызмет етеді. Достар, мінекей шланг сүйреп жүргеннен осы өте тиімді. Уақытыңызды экономдайсыз, өзіңіз де шаршамайсыз. Осылай бақшаңызға жасап алыңыздар. Бақшаңызда көкөністеріңізді, помидор, қиярларыңызды суару үшін мынау өте тиімді әдіс. Осылай бір жасап алсаңыз, сосын суды ашып қоя бересіңіз. Су келген кездері өзі ағып тұра береді. Тек хабар алып, анда-санда хабар алып көріп тұрсаңыз болды. Мінекей өте тиімді, өте қарапайым, қатты қымбатқа шықпайды. Осылай бір жасап алсаңыз, біразға дейін сізге қызмет етеді достар. Видеоны бір лайк баса кетіңіздер, каналға тіркеліңіздер, қолдау білдіріп отырыңыздар ағайындар. Аман сау болыңыздар.